бұрын айкидоға баратын. Келеді екен екеуміздікі кішкене. Журналист. Қазір артық сөйлемейін деп тұр ғой деген. Аяқпен. Сіз осы балалардың қызығушылығын арттыру үшін қандай әдістер қолданасыз? Таң қалам, сондай гений жасайын деп жатыр ба балаларды деп ше. Жалпы сіз 11-ші сынып оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Менің қызық болды, негізі мен ұбт тапсырмағам. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге I+ білім беру орталығы және біздің подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта тиктокер, блогер, медсестра, педагог Аружан Әріпжанқызы. Сәлем достар. Қаларыңыз қалай? Және I+ білім беру орталығының 11-ші сынып оқушысы Дамита. Қалайсыздар? Өздеріңізді қалай сезініп тұрсыздар бүгін? Жақсы, өте қызықты бір подкаст болатын сияқты. Керемет, көңіл-күйім. Жақсы. Өздеріңізді онда таныстырып кетсеңіздер. Жақсы, баршаларыңызға сәлем тағы да. Есімім Аружан Әріпжанқызы, қазіргі таңда блогер, тиктокер, сонымен қатар айтып өткендей медсестра және де қазір биолог-педагог мамандығында оқып жатырмын. 2002 жылғымын. Жасым 21-де. Қысқаша осы. Мен есімім Дамита. Қазір 11-ші класс оқимын. I+-та білім алып жатырмын. Болашақта врач болғым келеді. Мәссаған, күшті. Хоббилеріңіз бар ма? Тағы немен айналысасыз? Бұрын айкидоға баратын, тэквондо сияқты. Мен бірінші естіп тұрмын. Түріңізге қарасам нежность. Қазір артық сөйлемейін деп тұр ғой деген. Аяқпен. Дамита, сіздің ұбт-ға деген дайындығыңыз қалай? Алдында Наурыз ұбт-сы өтіп кетті. Сол жайлы айтып кетсеңіз, қалай тапсырдыңыз, қалай дайындалып жатырсыңыз? Мен биология химияны тапсырып жатырмын қазір профильный предметтерден. Наурыз ұбт-сында 108 балл алдым. Керемет, күшті. Болашақта 120-ға жеткізгім келеді. Негізі медицинаға 120-дан жоғары, білімше. Ал ең басында I+-ға келгенде қанша балл алып жүрдіңіз? Ең бірінші пробныйда вроде 65 алған. Жақсы көтеріліпсіз. Өзіңізді қалай сезіндіңіз ұбт кезінде? Негізі қобалжыдым қатты. Қаңтар ұбт-да көп қобалжыдым, сосын март ұбт-сында более спокойно отырдым. Біліміңізге сендіңіз ғой былайша айтқанда. Көшіру деген ойлар болды ма? Телефон алып кірдіңіз бе өзіңізбен бірге? Жоқ, вообще жоқ. Негізі қиын, қазір олай кіруге болмайтын шығар. Онлайн. Қай жақта тапсырдыңыз? Біріншісінде МУИТ университетінде, екіншісінде Абайскийда. Абай университетінде қатырақ ұнады негізі. Ұнады ма? Комфортнее ме отырған? Қазір универде өздері таңдайды, оқушылар. Қазір оның үстіне андай жасап тастаған ғой. Бұрын тек қана бір универде ғана Әл-Фарабиде ғана тапсыратын болса, қазір кез келген универді өзің таңдай аласың, сол жаққа барып тапсыра аласың. Арнайы бір факультетті ұбт үшін арнайы босатқан. Оқушылар үшін кез келген универде. Ыңғайлы, негізі жақсы. Тапсыра алады. Маусым ұбт-сына дайындығыңыз қалай? Жақсы, негізі маусым ұбт-сын где-то июньда тапсырамын деп ойлаймын. Негізі 10-шы сыныптан дайындық басып кеттіңіз бе, әлде 11-де ме? Жоқ, осы 11-де бастадым. Негізі 11-де бастаған дұрыс па, 10-шы класстан бастаған дұрыс па? Мен ойымша 10-нан дұрысырақ. Көбірек дайындық. И 10-шы класста барған кезде уже түсіну керексің, что дұрыстап дайындалу керек, ответственностьтен қарау керек. Көбісі менің досым болған, 10-шы класста баратын. Көбінесе бармай жүретін, қашып кететін I+-тан солай. И вроде барлық 10-шы класстар солай істейді. Бей-жай қарайды ғой. Қатты прям әлі бір жалын бар деп. Сіз Аружан ұбт-ны қалай тапсырдыңыз? Мамандықты қалай таңдадыңыз? Универді қалай таңдадыңыз? Менің қызық болды, негізі мен ұбт тапсырмағам. Қайдан келген ақпарат деп па? Ұбт тапсырмағам, енді универге келетін болсақ, менде медициналық образование болды ғой. Сол медициналық образованиемен, дипломмен Абай университетіне келдім. Келгеннен кейін қызыл дипломмен бірден қабылдады. Шифровка дейді ғой. Шифровка сай келетін мамандықтарды қарады дипломға. Сол кезде менде дене шынықтыру мұғалімі,
психология, тәрбиеші, дошкольный дейді ғой, тәрбиеші, сонымен қатар биолог педагог мамандықтарына сай келді шифровка медицинаның. Сөйтіп сол мамандықтардың арасынан биолог педагог мамандығы ұнады өзіме. Енді медицинаға тым жақын мамандық, медицинада 4 жыл білім алдым, ол маған міндетті түрде қажет болатын, көмектесетінін білгеннен кейін биолог педагог мамандығын таңдап универге солай түскен болатынмын. Ал өзім 11-ге қалып тұрып, ұбт тапсырамын деп дайындалып осылай болған кезде, білем қандай бір қорқыныш болды ма, менде алгебра, геометрия, осы есептер жағына қиын, мен өзім мүлдем түсінбеймін. Тарих дегенге андай айтатын сабақтар өте жақсы болды, бірақ есепке қиын болды да. Содан кейін 11-ге қалмай қорқып, 10-шы сыныптан кейін мен колледжге түскен болатынмын. Бірақ негізі колледжге емес, мен ойымша бірден уақыт үнемдеп универге түскен дұрыс. Қандай мамандық болсын. Колледжде жаман демеймін, бірақ сонда да егер универге түсем, жоғары оқу орнын оқимын деген үміт болатын болса, арман болатын болса, бірден солай түскен дұрыс негізі. Ал неге осы мамандықты таңдадыңыз? Айтып өткендей, медицина жаққа өте жақын болды. Онымен қоса педагог жалғанып тұр ғой енді. Кішкентай кезімнен мұғалім болуды армандағам негізі. Білмеймін, біздің Қазақстанда да екі өлмейтін мамандық бар ғой, біріншісі медицина, екіншісі педагог деген сияқты. Содан кейін өлмейтін мамандық қайда барса да, қазіргі таңда бізде мұғалімдер, профессорлар айтады, жүздерің ашық, иықтарыңды көтеріп жүре беріңдер, смело дейді да, былайша айтқанда. Мұғалім өйткені қай бір жерде болсын, атағы да, былайша айтқанда өте жақсы мамандықтардың бірі деген сияқты. Сол бәлкім кішкентай кезімнен бір армандаған бір арманым осылай орындалған шығар. Қазір таңдағаныңызға өкінбейсіз ба? Жоқ, әрине өкінбеймін, бірақ енді қазіргі таңда басында мен негізі журналист болғым келген. Өзім 11-ші сыныпқа қалып журналистика таңдайын деп жүргенмін. Кейін медицина таңдадым, осылай педагог таңдадым. Болашақта енді өкінетіндей ойламаймын, өкінбеймін деп, бірақ қазіргі мамандығым медицина мамандығына қарағанда өзіме жақынырақ, болашақта жұмыс істеуім де мүмкін. Ал енді журналистикаға келетін болсақ, енді блогерлік журналистикамен қатты байланыспаса да, сол бір медиа саласы ғой. Сондықтан білмеймін, барлық мамандықтарды әйтеуір өзім қалаған мамандықтарды көрдім, негізі көріп жатырмын. Ал сіз медицина мамандығын таңдайсыз, иә? Иә, негізі ол мамандықты мен 10-шы класста таңдағам. Мамамның ықпалымен. Иә, совет берген солай. Сонымен таңдағам. Сосын ең бірінші мен медицинаға түскім келмеген себебі қиын деп ойлайтын. Но уже А+қа келдім, сосын қасымдағы группадағы қыздарды көрдім. Сосын түсіндім, что медицина шынымен де адамдарға керек зат. Мамандық керек. Және де оның ответственность тоже жақсы, көп. Осы тұрғыда айтып кетейінші, менде медицина саласына тікелей қатысым болғаннан кейін, мен неге медициналық саладан кеттім, себебі өзім қатты қалаған жоқпын да, қуып, қанша қызыл дипломды мен тек қана баға үшін оқыдым, былайша айтқанда, жарысып басқалардан кем болып қалмайын деген сияқты. Бірақ іште мен врач болам деген нәрсе болмады да. Егер іште адам сондай ответственность, жауапкершілік сезілетін болса, болды мен врач болам, осы мамандықты соңына дейін алам десе, ол адамнан шығады. Врач болу, ол адамнан міндетті түрде бір керемет бір дәрігер шығады да. Сондықтан білмеймін, енді өте мықты жауапкершілігі жоғары мамандықтардың бірі ғой қазіргі таңда. Негізі 10-шы сыныпқа дейін қандай мамандық иесі болғыңыз келді? Негізі көп қараған, мен уже 8-ші класстан бастап қарай бастағам. Ең бірінші менің анам журналист болған, сондықтан да тоже журналист боламын деп ойлағам. Сосын менеджмент ұнады тоже. Келеді екен екеуміздікі кішкене. Иә, журналист, медицина. Сол, потом уже ең соңында дәрігер боламын деп жүрдім. Дәрігердің қай саласы? Стоматология, терапия, гинекология? Негізі жалпы медицинаға түскім келеді, содан кейін уже таңдайды ғой. Қазір маған гинекология ұнайды көбінесе. Соған түскім. Мен де негізі егер медик болып қалатын болсам, универді жалғастырмасам, гинеколог боламын деген ой болған негізі. Себебі хирургия, терапия, бағанағы педиатрия деген нәрселерге қарағанда өзіме ұнаған акушерия негізі. Қызық мамандықтардың бірі. Өте күшті. Әйел адамдармен жұмыс істеген тоже. Оңай да емес, негізі өзінің қызығы бар. Ал сіз қай универге түскіңіз келеді? Асендияров, сондай-ақ
Крыму тоже жақсы деп ойлаймын. Алматы қаласына, иә. Шетелге түсемін деген ойлар болмады ма? Болған негізі, бірақ мен шештім. Ең алдымен Қазақстанда бакалавриат, соны бітіріп, ары қарай уже қарауға болады шетелде. Себебі ең бірінші база, медицинада базаны өз тілінде білген дұрыс деп ойлаймын. Шетелге барып оны түсінбей қалуы мүмкін. Сондықтан да. Оның үстіне басқа медицина енді өте терминдар да көп, түсіну қажет мамандықтың бірі ғой. Я басында осы жерде оқып алғаныңыз дұрыс болар. Или вы можете потом обменмен баруға. Кстати, да. Обмен өте көп жібереді ғой. Біздің универлердің бір жақсы шетелге, басқа қалаларға обменмен жібереді. Маған сонысы универдің қатты ұнайды. Медицина мен педагогиканың айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Или же біреуінің артықшылығы или кемшілігі деген? Айырмашылығы өте көп. Негізі екеуі екі түрлі сала. Мен басында келген кезде екеуін үнемі салыстыратынмын. Медицина мен педагогика. Мен өкініп қалмадым ба, өкініп қалмаймын ба медицинадан кетіп педагогикаға деген сияқты. Сонда білдім, екеуі бір-бірімен салыстыруға келмейтін мамандық екен. Медицина тікелей адам өмірімен жұмыс істейтін болсаң, жауапкершілік болатын болса, ал бұл педагогикада тікелей оқушылармен, болашақ ұрпақпен жұмыс жасайсың, тәрбиемен айналысасың. Сондықтан екі жақтың да өте маңызды деп айтар едім. Енді айырмашылығына келетін болсақ, медицина тек қана қалай айтайын, бір ответственность дейді ғой, жауапкершілік өте мықты, сондай бір қатаң тәртіппен жүретін, және де өмір бақи оқисың ғой медицинада. Шыны керек, өмір бақи. Мен медицинада оқып жүрген кезде апайларым, ағайларым айтатын, сендер бұнымен бітті деп ойла қалмаңдар деп. Біз врачтың өзінде керемет бір отделениенің бастығы болып отырып, кітап оқып отырамыз дейді. Біз өйткені күнде жаңа аурулар шығады, күнде бір нәрсе шығады. Біз әлі оқып жатырмыз дейді. Сондықтан білмеймін, екі жақта да айырмашылықтар өте көп. Егер таңдаған адамға ол медицина болсын, педагогика болсын өте мықты, жақсы мамандықтардың бірі негізі. Ал сіздің студенттік өміріңіз қалай өтуде? Ой, керемет. Мен деген әлі де студент болып жүре бергім келеді. Себебі айтады ғой, ең керемет кез ол студенттік кез деп ше. Мектепте де мен білмеймін, тұйық болдым өте. Тұйық болғаннан кейін біреу сөйлемесе, келіп Аружан демесе, мен жүре беремін, отыра беретінмін да. Бағанағыдай кішкене комплекстар болды, есеп шығара алмайтынмын, басқа өзімнің қатарластарыма қарағанда. Ал енді колледжге келген кезде мен ашылып бастадым да. Өзім ортамда бір орнымды табам деген сияқты солай ашылып, 9-10 сыныптан бастап ашыла бастадым. Содан кейін түрлі кештерге қатысу, олимпиадаларға қатысу деген сияқты нәрселер пайда болды да. Сондықтан өте мықты кез ғой, негізі өте жақсы кез. Жастық шағыңның бір керемет кездерінің бірі. Сондықтан мен ең жақсы кез студенттік кез деп айта аламын негізі. Жалпы сабақ берген қалай екен сізге? Балалармен жұмыс істеген қалай? Керемет. Білесіздер ме, балалармен қазіргі таңда мұғалімнің бір жақсы картинмейді екенсің. Үнемі жасарып отырасың да. Мен өзім жаспын ғой, енді 21-демін. Бірақ анау 8-ші сыныптарға сабақ берем. 8-ші сыныптарға сабақ берген кезде олардың IQ-ы менен де жоғары да. Көп нәрсе біледі қазіргі балалар. Оның үстіне мектептің программасы, оқулықтар өте қиын, сенесіздер ме? Біз бүйрек трансплантациясы, бүйрекке операция деген нәрсені медицинада оқып жүріп оқымағанбыз. Қазіргі таңда 8-9-шы сыныптардың оқулығында операция, бүйрек трансплантациясы бар да. Мен таң қалам, сондай бір гений жасайын деп жатыр ба балаларды деп ше. Өте терминдар жағынан болсын, ойлау қабілеті болсын, мен бір нәрсе сұрасам, астарлап жеткізіп береді да маған, өзім көзім бақырайып қалады. Онымен қоса өте гиперактивный. Екі балам отырды, шулап отырып, бір-бірімен сөйлесіп, тиісіп бір-біріне де. Ұрысып, неге тыныш отырмайсыңдар? Тұр, мен не айттым, соны айтып берейін маған десем, тұрып сырылдат, мен не айтып бердім, бәрін айтып беріп отыр. Ұрсалма, отырып жарайды. Ады шырсай деп ұрсалмайсың. Сонда менің сөзімді тыңдап тұр, ұрсып отыр, анамен әңгіме айтып отыр, тиісіп отыр жандағы адамға. Барлығын үлгеріп отыр да. Сондықтан жасара береді екенсің олардың несіне түскен сайын, олармен жұмыс істеген сайын. Сондықтан қызық негізі, ұнап жатыр. Және де мен бір терминдарды, универде естіген терминдарымды,
гипотеза мысалы, иә, соларды мектеп оқушылары айтып отырады ғой. Апай, гипотеза ма деп ше. Мен деген таң қалып, мен 8-ші сыныпта гипотеза емес, білмеймін, бір не екенін білмеген. Сондықтан қазіргі оқушылар өте мықты. Жасара бересің, шынымен де олармен жұмыс істеп отырмын. Иә. Оқулықтар шынымен де күрделі тілде жазылған. Менің інілерім де келіп менен бірінші сұраса, мен шынымен де өзім де білмей қаламын, қандай мағына беретінін. Сіздердегі оқулықтар сондай қиын ба? Сол күрделі тілмен жазылған ба? Мне кажется, что оқулықтардың күрделі болғандықтан балалар А+қа келеді, или же басқа бір тоже курстарға келеді. Себебі бұл жерде мұғалімдер өздерінің программасы бар еще. Сол арқылы оқушыларға оңайырақ жеткізеді, өздерінің тіліне қарай. Оқулықты өзің оқып жатсаң, көбінесе түсінбейсің. Мысалы, биология А+та 2-3 сағат қатарынан бола ма? Әлде 1 сағатта, бір күнде 1 сағат? Бір күн 1 сағат. Бір күн 1 сағат, иә. 5 күн өтесіздер бірақ биологияны. Бәлкім солдан да айырмашылық шығар. Көрдіңіздер, мектепте мысалы биология аптасына 2 рет өтеді, 40 минут қана. 40 минутта мысалы мен көп нәрсе айтып жеткізе алмаймын. Мен үй тапсырмасын сұрауым керек. Мен көрнекіліктермен жұмыс істетуім керек, балаларды ойын ойнатуым керек еще. Олар скучно болып кетпес үшін. Еще менде сабақты түсіндіріп үлгеруім керек. Көрдіңіздер ма? Қандай андай 40 минуттың ішінде өте қиын да. Енді бір кіріп сабаққа күшті болып түсіндіріп келе жатқан кезде қоңырау соғады да. Ал енді А+тың оқу орталықтарының тағы бір жақсы осындай сағат көп та, кішкене түсінуге, ары қарай талқылауға, оқушылардан сұрауға деген сияқты. Сондықтан да біліміңді жетілдіру үшін өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Сіз осы балалардың қызығушылығын арттыру үшін қандай әдістер қолданасыз? Ойындар болса, қандай ойындар? Мен енді 8-ші сыныптарға беремін ғой, не үлкен емес, не кіші емес, енді өсіп келе жатқан. Есейіп деп те айта алмайсың, әлі кішкентай деп те айта алмайсың. Сондықтан барынша сабақ түсінікті болу үшін көрнекіліктермен көп жұмыс жасаймын, суреттермен көрсетемін, көбінесе мысалдармен түсіндіруге тырысамын. Себебі тақылдатып терминдерді айтып анықтамасын айтып жіберсең, олардың миыларында қалмайды да. Көбінесе бізде де өзіміз оқыған кезде де сондай болады. Мұғалімдер тек қана кітаптағы бар нәрсені аузымызға бүйтіп айта салады да, болды, ары қарай түсінбей қалатынбыз да. Сол кеше ғана гормондарды өткен кезде оқушыларға түсіндіріп жатырмын ғой. Гормондар деген осы анықтамасын түсіндіріп, бәрін түсіндірдім. Мысал келтірейік деп, адреналин гормоны деп түсіндіріп жатырмын да. Егер адреналин гормоны көбейіп кеткен кезде, қуанған кезде, біреуден шошынған кезде артыңыздан ит қуалап келе жатыр, мысал келтірейік. Сіз ана ит қуалаған кезде забордан қалай секіріп кеткеніңізді білмейсіз. Секіріп кеткенмен қалай секірдім деп тұрасыз, потому что адреналин гормоныңыз активно болып кетті да. Сонда күшті болып кеттіңіз деп сабақтың соңында енді не түсіндіңдер гормон десек, адреналин гормон баған забордан секіріп кеттік қой дейді да. Сонда балалар бағана анықтаманың бәрін түсінбегенде, мысалымды түсініп алғанда, ол да бәлкім жақсы қарапайым тілмен ертең гормон деген кездегі тым болмаса адреналин есінде қалса, ары қарай тестостерон, басқа гормондарды жаттап алады да. Сондықтан барынша мысалмен, сонымен қатар ойын, қазіргі таңда ойындармен барынша тақырыпқа қатысты дүниелерді ойынмен жарыстырып, топқа бөліп, солай қызық болады негізі оқушыларға. Қазір өте айтып отырмын ғой, IQ өте жоғары балалар бір орында отыра алмайды, өте көп. Оларға жүгіріп отыру керек, қозғалып отыру керек, жарысу керек та бір-бірімен. Сол кезде ғана қызық болады. Солай жарыстырамын. Содан кейін жылдамдыққа көп жұмыс жасаймын. Дәптермен жұмыс жасаған кезде 3-4 адам кім алып келеді, соларға бал қойып беремін деймін. Кет деді ғой бәрі, тұра тұр, мен деп ше. Жақсы бір кішкене жақсы оқымайтын деп айтуға болмайды енді. Сәл кішкене белсенділігі төмен оқушылардың өздері жүгіріп келіп әкеп береді ғой. Сонда олардың жылдамдығы өте мықты болып тұрады. Сол не айтып жатырмын? Белсенділігі төмен оқушыларда жарысып келеді. Иә, сол белсенділігі төмен оқушылардың өздері жарысып, апай міне мен әкеп бердім, апай бал қойып беріңізші деген кезде, шынымен де оларды бір тұрғызып, бір белсенділікке алып келетін әдістер бар да. Біз мектеп кезде қандай болды? Артта отырған бала сол күйі отыра береді, алдындағы баладан сұрай береді. Ол да бір кішкене өте дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан барынша сыныпты қамту мақсатында деңгейлік тапсырмалар бар. Жақсы оқитын балаларға деңгейлік тапсырма, қиын тапсырмалар, орташа оқитындарға және бүкіл сыныпқа деген сияқты. Сонда барлығы жұмыла жасайды. Содан кейін топпен жұмыста өте ыңғайлы. Топпен жұмыс жасаған кезде адам өз үшін ғана емес, топ үшін жұмыс жасаған кезде ол да бір сонда ұйықтап отыратын балалардың өздері қатысып активно белсенді болады да. Көп негізі әдістер. Осы 3-ші курстың өзінде осындай практика болып жатыр енді. Бара-бара білмеймін, бір жақсы тағы да тәжірибелер жинайтыныма сенімдімін.
Сіз бағана айтып кеткендей, мектепте мұғалімдер артта отырған балаларға көңіл бөлмейді, алдында отырған балалармен ғана жұмыс жасайды. Өз көзіммен де мектеп оқып жатқан кезде сондайды көргенмін. Сіз өзіңіз педагог жағынан соны не дер едіңіз? Иә, өзім мектеп оқып жүрген кезде сондай болатын. Артта оқитын оқушылар, нашар оқитын оқушылар қала беретін да, алтта отыратындар, солар сабақ айтатын, солар қатысатын. Я, енді қинамайсың баланы бір шетінен. Оны оқы деп оқымаса төбесінен төніп, оны ұрып соға алмайсың енді. Бірақ соңында да бағанағыдай кішкене қызықтырсаң, бала қызығады, оқиды да. Ол қызықпағаннан кейін ол пәнге ол солай отырады да. Мысалы, бір күнде оларда 7 сабақ бар, биологиясы бар, химиясы, географиясы бар. Олардың да миы ашиды, оларды түсінуге болады. Мысалы, мен биологияма біреу қызықпауы мүмкін, мүлдем оған ол болашағын биологиямен көрмеуі мүмкін. Бірақ соңында да элементарный, мысалы, адам, өсімдік, жануар, олардың тіршілікке маңызы қандай, мысалы, сондай нәрсені біліп кету керек та біздің мақсатымыз. Сондықтан қандай да бір баланың болмасын, оларда шам болады бастарында. Сол шамды жағу мұғалімнің міндеті да, мұғалімнің парызы былайша айтқанда. Сол шамды жағу. Мен мысалы қазір өзім сондай нәрсені көргеннен кейін артта отыратын балаларды сөйлетуге тырысамын да, артта отыратын балаларға сұрақ қоюға араластырып, мысалы, өте белсенді оқушымен белсенділігі төмен оқушыны араластырып, ол білмеу керек та, мен артта отыра беремін, маған қарамайды деген сияқты ой болмау керек. Егер бала солай қалатын болса, ол солай 11-ші класста бітіріп кетеді да. Сондықтан бұл жерде сәл кішкене оқушылармен жұмыс маңызды негізі. Ал сіз мектепте өзіңіз сондайды бақыладыңыз ба? Қиыншылықтар қандай болды ма? Иә, болады солай. Мен ойлаймын, ол мұғалімнің өзінің сабағына тоже қызығушылығы аз болғандықтан, наверное. Или ең басында мамандық таңдаған кезде өзіне ұнамағандықтан немесе иә, сол үшін. Себебі қазір заманда заттардың бәрі жаңара береді ғой. И жаңа информация тоже көбейе береді. Сондықтан да балаларға тоже жаңадан нәрселер айту керек деп ойлаймын. Көбінесе олар кітаптан, сол кітап тілімен түсіндіріп, өздері үйренгендей айтады. Сіз сияқты балаларды қызықтыру керек деп ойлаймын тоже. Негізі бізде мұғалімдер айтады, қазір таңда универде мұғалімдеріміз айтады да, балалар егер оқымайтын болса, олар сондай тәртіпсіз болатын болса, сендер оларды өзгерте алмайсыңдар дейді да. Сендер тырыспаңдар, сендер барып алып сабақтың бүкілінде, мысалы 40 минутта сол баламен жұмыс істеп отыра алмайсың ғой. Арсен, сен дұрыстап оқы, Азамат, сен бүйт тәртібің жөнді деп ол баламен жұмыс істегенше сенің нақты сабағың қалады. Бірақ соңында да енді бұндай мәселеде барынша жұмылдыру ғой, сол қызықтырып жерсең, ол балалардың аузын қиып саған қарап отырады да. Бағанада мысал, кітаптан тыс өмірдегі, тіршіліктегі болып жатқан нәрселермен өздерінде сондай болды ма деп өздеріне қойып жерсең, әңгіме айтып кетеді кәдімгідей, түсінгенін түсінесің да тақырыпты. Сондықтан жұмыс жасауға болады негізі қызықтырып. Осы мұғалімдерге, педагогтарға жаңадан бастап келе жатқан балаларды ашуға қандай кеңес берер едіңіз? Балаларды ашуға негізі психологиялық тұрғыда өздерінің темпераменттеріне балалар өздері бөлінеді ғой. Біреуі холерик, сангвиник деген сияқты әртүрлі тұйықтары бар, ашықтар бар, гиперактивный бар. Тұрып алады, отырмайды. Отыр деймін, отырмайды. Не айтамын, соны істейін деп тұрады да, ол ше. Мен айтамын, сен отыр, потом бастаймыз деп ше. Көрдіңіз бе, өте гиперактивный балалар бар. Ал кейбір балалар ұйықтап отырады сабақта. Бұндай кезде бағанағыдай кім бірінші осыны істейді, кім бірінші алып келеді, мен соған осындай нәрсе істеймін, осындай бал қойып беремін. Бал үшін өте қатты жұмыс жасайды балалар, оқушылар, мен соны түсіндім. Өзімізден бал үшін оқыдық қой енді. Сондай кішкене балмен, бар нәрсемен қызықтыра білу керек деп ойлаймын да. Және де шоколадтармен өте қызық, шоколадтармен, тәттілермен мотивация, мен соны байқадым. Мен шоколад алып келген күні мектепте бәрі қатысады. Тақтаға шығып, ешкім отырмайды парталарда. Мен айтамын, отырыңдар, отырмайды. Бәлкім сондай бір өздеріне сай, сондай жастардың, жасөспірімдер ғой, солардың тіліне сай, солардың бағытына сай жұмыс істегенде дұрыс деп ойлаймын негізі. Ал сіз практика енді басталған кезде сіздерде қандай қиыншылықтар болды ма? Ой, көп. Қателіктерден болды ма? Бізде де жұмыс жасаймыз ғой. Мысалы, үшеуміз сабақ беретін болса, жетекшіміз барлығымыздың сабағымызға қатысады да. Үшеумізді отырғызып қойып, сенде осындай
қиындықтар не болмаса қателіктер кетті. Сенде мысалы Жанара осындай қателіктер кетті, бұл қателіктерді келесі жолы қайталамаймыз деген сияқты. Менде әрине тараканный сөздер ғой басында болды. Молодец деген сияқты, орысша тілде ауыстырып деген сияқты. Қазір кәдімгідей үйрендім таза қазақша сөйлеуге оқушылармен. Себебі бізден басталады барлығы. Оның үстіне қоңырау соғылғаннан кейін өз ара олар орысша сөйлеседі. Бәрібір де орысша сөйлеседі. Мен таң қалдым. Қазақ мектебі болса да. Қазақ мектебі, қазақ сынып болса да, сыныпта сабақ басталған таза қазақша сөйлейді, ойын таза қазақша сөйлейді. Қалай қоңырау соғылды, бір-біріне бара салады, бәрі орысша сөйлеп кетеді да. Сондықтан онсыз да олар басқа уақыттарда орысша сөйлеп жүр. Сыныпта сабақ барысында таза қазақша сөйлеуге тырысамын. Сонымен қатар балаларды тез бол деп асықтырады дедім да. Ол да болмайды екен. Енді ол мұғалімдердің ары қарай әдістерімен кете береді ғой. Сондай қиындықтарды барлығын жөндедік негізі. Кішкентай қателік болса да, ол бәрібір де әсер етеді екен негізі. Ал сіз мектепті сағынасыз ба? Мектепте қазір мектепке барған сайын салыстырамын. Өзім мектеп кезіммен, мектепте қандай болдым. Кейбір оқушылар бар, өзімді көргенде болам, мектепте қандай болдым. Былайша айтқанда менің айнам сияқты да. Не болмаса универде кейде мұғалімдерді тыңдамай, подругаңмен сөйлесіп отырасың ғой. Тура соны өзім оқушыларым жасап отырады ғой маған. Тыңдамай, подругалар бір-бірімен сөйлесіп, содан кейін кейбір сабақтар қызықсыз болып кетсе, телефонды ашып аламын да, басқа нәрсеге кіріп кетемін. Ондай нәрсені өзіме де істеген оқушылар болды. Не болмаса тұрын тыржитып алып, кейде мысалы қашан бітеді, универде отырады, тура соны өзіме жасайды да. Сондай қызықты моменттерде болады. Өзімнің мектеп кезімдегі оқушыларды да көрдім. Тұйық, өз ойын айта алмайтын, бірақ біліп тұратын оқушылар да бар. Соларға қарап әрине сағынасың. Бәрібір де мектеп кезінің атмосферасы бөлек. Университеттің қабырғасындағы атмосфера бөлек. Сіз осы 11 жыл бойы оқып, мектепте қандай қызықты сәттер болды? Қызықты сәттер өте көп болды негізі. 9 сынып қатты ұнаған маған. Сол кезде ең байтса Ыстық кездер. Класспен самый дружелюбный кез болатын сияқты, мне кажется. И 10 класста уже ойлай бастайсың енті туралы, ал 11-де вообще полностью ентіға кіріп кетесің, дайындыққа. Сондықтан түлектерге осы мектептегі жылдарды бағалау керек деп ойлаймын. Университетте көбісі тезірек есейіп университетке түскісі келеді. Ата-анасынан бөлек тұрып, өзі өмір сүріп. Мне кажется, асықпау керек оған. Сондықтан да вот. Ата-анаңыз жағынан қандай поддержкалар болып жатыр? Енді ата-анам маған олар қатты былай давление жасамайды. Себебі медицина қиын екенін біледі. Маған көбінесе туысқандарымыз үйге келгенде, қонаққа келгенде айтады, ой, медицина, доктор қиын ғой деп. Көп оқисың, мамандықта тоже қиындықтар көп болады деп. Бірақ менің ата-анам оған оларды басқа адамдардың сөзін өзіне жақын алма. Осыны таңдадың ба, до конца осылай жасауға тырыс деп айтады. Солай. Ата-ананың поддержкасы негізі өте маңызды. Осы әсіресе 10-11 сыныптарда. Себебі давление болған кезде бала өзін тастап жіберуі мүмкін. Не болмаса сол аналары талап еткен балды ала алмай қалған кезде депрессия болуы мүмкін. Сонда бұл жерде ата-ананың да поддержкасы өте маңызды болып табылады. Сізде мектеп кезінде қандай қызықты сәттер болды? Менде де мектеп кезде қызықты сәттер өте көп болды. Мен тұйықталып кеттім дедім ғой. Ол себебі мектеп көп ауыстырдым, сыныпта көп ауыстырдым. Тұрақталған жоқпын. Енді бір сыныпқа үйреніп келе жатқан кезде ауысып кетем. Мекенге байланысты, үй салдық, солай көп ауысымдар болды. Оның үстіне 2-ші сынып пен 4-ші сынып аралығында намазхан қыздарға арналған интернатта оқыдым. Ұзын юбка кидік, хиджаб кидік, оған қарсы мектептерде болды. Солай көп ауыстырдық. Оның үстіне бағанағыдай математикадан енді бір апайдың методикасын үйреніп келе жатырмын да, түсініп келе жатырмын да, ауысып кетемін да, басқа апайға барған, ол нәрсені түсінбей қалам, ол апай басқа нәрсе түсіндіреді. Солай сабағымда арасында төмендеп кетті. Сондай мәселелер болды, бірақ соған қарамастан енді барынша сіңісуге тырыстым. Андай
соңында 9-шы сыныпта тағы мектеп ауыстырған кезде менде защитный реакция дейді ғой. Басқа ортаға кірген кезде мені дұрыс қабылдамай, өзінше мен жақтырмай қалмасын деп линейкада 9-шы А сыныбына кіресің деді маған. Сөйтіп деген директор айтты, линейка күні 9-ға қайсың деп жүрмін ғой линейкада. Мына жақ деп сөйтеді. Кіріп алды, алдына тұрып алды. Келіңдер селфи жасаймыз деймін ғой. Қандай балалар кім екен? Бәрі мынау кім деп селфи жасаймыз дейді. ВК чаттарың бар ма? Ол кезде ВК ғой, Инстаграм жоқ. ВК, давайте қазір мен ашамын деп ВК чат ашып сөйтіп бәрі таңқалды. Мынау мен айтамын, новенькаямын деп уже мені защитный реакция екен да, ол мені қабылдасын барлығы деген сияқты да. Мен бүйтіп қалып қалсам мені қабылдамауы мүмкін новенькая деп. Сөйтіп сабақта айтып бірінші сөйтіп соның кезде де енді өзімді барынша көрсетуге, жақсы оқуға солай тырыстым да. Әрбір жыл, солай айтып отырмын ғой, әрбір сыныпта бір өзінің қызықтары, шыжықтары болды енді. Бірақ бір минутта сол көп мектеп ауыстырғаннан кейін сабағым нашарлап кетті, бірақ ортаға тез сіңісіп кетуге негізі опыт жиналып, қазір қандай ортаға болмасын, тез сіңіп кетуге көмектескен сол бір кездегі түрлі ортаға ауыстыру шығар. Сіз тағы да блог жүргізесіз, иә? Инстаграмда, тиктокта. Жалпы блогыңыз не жайлы? Блог менде юмор, негізі қарапайым өмірде болып жатқан қызықты оқиғаларды видеоға түсіремін. Ол мектеп қабырғасы болсын, универ болсын, мұғалімдердің жизасы, мамалардың үйдегі түрлі өзіміз үйде болатын ситуацияларды. Негізі қызық болды, медицинада оқып жүрген кезде көбінесе мұғалімдер салатын, соларға пародия жасап, сөйтіп өзім қалай мұғалім болып кеткенімді қалдым. Өзім мүлдем ол кезде ойлаған жоқпын, негізі мұғалім боламын деп, бірақ сол мұғалімдерді салып жүріп. Енді мектепте мұғалімдердің түрлері болды. Өйткені халыққа өтті, халық қызық көрді, сонша просмотр болды, аудитория жиналды, қызық көреміз, тағы деп. Содан кейін демек адамдарға қызық екен осы юмор жағы деп солай бастап кеткен болатын. Блог жүргізген кезде қандай қиыншылықтар көрдіңіз? Қиыншылықтар ең алдымен негатив. Адамдар өте көп негатив жазады. Сенің түріңе болсын, түсіріп жатқан еңбегіңе болсын. Дегенмен де менде негатив аз, бірақ сонда да бәрібір де көңілге тиетін сөздер. Көңілшек адамдар негізі қиын блог алып жүр. Кез келген жерде негативті құлатып жүру мүмкін, сындырып жүру мүмкін. Тікелей айтып отырмаса да, комментарийден оқып отырып. Екінші ол деген күнделікті идея, күнделікті контент, күнделікті сен күтіп отырған адамдарға шығу, оның өзі бір уақытты талап етеді. Және де әрқашанда сенде фантазия болу керек та. Бүгін не жасаймын, бүгін не саламын деген сияқты. Және де егер тек қана блогпен айналысатын болсаң, ол да жақсы. Қосымша сабағың бағанағыдай болатын болса, тоже уақыт жағы тағы да бір қиыншылықтар алып келуі мүмкін. Бірақ қиыншылығынан қарағанда плюсы өте көп. Себебі өзім сүйіп бастағаннан кейін, қызығушылық болғаннан кейін де шығар, минусын көрмейсің негізі. Қандай да бір сөзіңе ұнайтын болса, минусын көрмейсің ғой. Сіздің контентіңізді көремін, Инстаграмда да, тиктокта өзіме жеке ұнайды. Өте қызықты. Рахмет. Және де сіз амбассадор болып жұмыс істейсіз. Амбассадор болып жұмыс істеу деген жаңа идеялар табу, креативті болу. Сол сіз осындай күшті, қызықты идеяларды қалай табасыз, осындай күшті идеяларды қалай придумывать етсе болады? Қазіргі таңда I+ білім беру орталығынан амбассадормын. Сонымен қатар тағы да бірнеше проекттермен жұмыс жасап жатырмын. Дұрыс айтасыз. Амбассадор деген тек қана ол лицо емес, ол тікелей идеялармен жұмыс жасайтын адам. Мен арнайы бір уақытымды қанша тығыз график болса да, түнде болсын, күндіз болсын, листать етіп өткізем. Инстаграмды, тиктокты ақтарам. Не тренд болып жатыр? Адамдарға не өтіп жатыр, не қызық болып жатыр. Олай жүрмесең, сенде идея тапсылып қалуы мүмкін, және де адамдардың сұранысын білмейсің да, қандай болып жатқан. Күніге өзгеріп жатыр ғой заман деген, күніге жаңа бір нәрсе шығады, күніге жаңа платформа шығады деген сияқты. Сондықтан барынша солай зерттеуге тырысам. Былай өзім блог жүргізгенмен де тиктокқа, инстаграмға көп отырмаймын, ақтармаймын. Бірақ керек кезде идея іздеу үшін отырам. Және де сол идеяларды қарап, өзіме керегін алып, фильтровать етіп солай жұмыс жасаймын. Идея негізі солай ізденістен табылады ғой идея. Ол сіз блог жүргізесіз ба? Социальный сеть жүргізесіз ба?
Просто өзімнің страничкам бар инстаграмда, сол жерде өзімнің достарыма просто там историялар саламын қызықты кезде, фотолар жүктеймін. Мен вот ешқашан да шығармашылық туралы ойламаппын негізі. Сіз сияқты ашық блог жүргізетін адамдарға негізі қызығамын. Ойлаймын, сіздер қалай вообще адамдармен жұмыс істейсіздер? Негізі шығармашылық дегенде менің медицина саласы болсын, педагог болсын, шығармашылыққа енді қатысы жоқ қой. Бірақ кішкентай кезімнен мен айтып отырмын, интернатта оқыған кезімде түрлі көріністер қоятын едік, әншілермен кездесу. Сол кезде бірінші жүремін, өзім кішкентайым, 2-ші классым ғой, бірінші жүремін көріністе, маған рөл беріңдер деп ше, сол кезден басталды ғой деймін қызығушылық. Әншілер келетін, сол кезде әншілердің жаңа тұрып алғанмын ғой мен ше. Сіздерге таныстырып кетейін біздің интернатымызды, біздің қыздар мынандай, хотя ешкім мені сұрап жатқан жоқ та. Сондай, сондай шығармашылық жағынан бір сондай әзіл жағынан бар болғаннан кейін де солай ары қарай блогты қолға алғаным да сол себептен ғой. Сіз айттыңыз ғой, блогтың минустарына қарағанда плюстары көбірек дедіңіз. Сол плюстары жайлы айтып кетсеңіз. Плюсы негізі әлеуметтік желіде көп отыру зиян, әлеуметтік желі қарамау керек деп айтамыз ғой енді, бірақ оны дұрыс қолдана білген адамға пайдасы да өте көп негізі. Ол біріншіден маған алып келіп жатқан табыс көзі менде қазір Инстаграм, TikTok желісінен. Қазір оқуым менде платный ғой, ақылы оқудың барлығын өзім төлеп жатырмын. Және де мен артынан сестренкам, сіңілім колледжден кейін, мен бірден айттым, универге түс деп қалып қалма, колледжден кейін оқуыңды жалғастыр деп. Сол кезде грантқа бағалы аз жетпей қалды, ол да колледжден кейін тапсырды. Сол кезде бірден платныйға түсіріп, оқуының ақшасын өзім төлеп, қазір бірақ грант ұтып алды. Жан жақтан үйіме көмектесу бойынша, өзімді обеспечивать ету бойынша табыс жағынан Инстаграм мен TikTok алып келіп жатыр. Сонымен қатар лицо қай жерде болсын, сен танып жатқаны, аудиторияны көріп жатқаны, сен сыйлап, тіпті қарапайым суретке түскеннің өзі саған бір еңбегінің жемісін алып келеді. Ол да бар. Оның үстіне өзіңнің ішінде жатқан талантың іште шіріп қалмай, әйтеуір шығарып отырсаң, және оны адамдар көрсе, сол бір махаббат сезімі алып келеді екен. Себеп айтып отырмын, кішкентай кезімде сондай бір шығармашылық болды. Бәлкім сол медицинада жүрген кезде, қосымша блогты алмаған кезде, ол мен талантым ішінде шіріп қалар ма еді, жоқ болып кетер ме еді. Не болмаса бір іштегі аружан қалар ма еді, ол шыққанын. Сондықтан шығардым. Кім көреді, көрсе көрсін, көрмесе өзім үшін деп солай бастаған болатын. Сол бір іште қалмай шықты да. Ол да бір үлкен жетістік деп ойлаймын. Жарайсыз. Осы блогты бастағысы келетін адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Ең бірінші шынайылық. Себебі қазір шынайылық жетіспейді ғой. Барлық әдемі өмірін көрсеткісі келеді, керемет тамағын, керемет киімін көрсеткісі келеді. Ол да дұрыс, ол да мотивация келер ұрпаққа, басқадағы адамдарға. Бірақ барынша шынайы болып, қандай барсын солай көрсеткен өзіңді дұрыс, оны адамдар өте жақсы көреді. Екіншіден, тұрақтылық бірде бар, бірде жоқ болып кету, не болмаса бір апта активный болып, бір ай жоғалып кету Инстаграмнан, TikTok желісінен болсын, ол белгілі бір жетістік алып келмейді. Үшіншіден, өзіңізге тән бір контент иесі болуыңыз керек, идеяларға толы. Барлығы қайталап жатқан дүниені банальный болып қалуы мүмкін. Мысалы, менің вайн мектеппен бастадым, ол кезде көп ешкімде жоқ болған мектеп, одан кейін қазір таңда танымал болып кетті ғой. Мектеп қабырғасындағы мұғалімдердің жазасы деген сияқты сондай өзіңе тән қасиет болған кезде, өзіңе тән контент алған кезде, барлығы, сен ана мектеп түсіретін қыз емессің бе, сен мамаларды түсіретін қыз емессің бе деп, атыңды танымаса да, затыңды танымаса да, әйтеуір сенің еңбегіңді танып жатады да. Сондықтан ешкімге ұқсамайтын контент болатын болса, сізді ел қызыға көреді. Басты факторлар осы деп ойлаймын. НТ-ға дайындық барысында сізде қандай қиыншылықтар болды? Выгорание деген сияқты заттар болды ма? Және де болса, сіз олармен қалай справляться еттіңіз? Негізі ең басында Альплюсқа келген кезде мен дайындаламын, НТ-дан күшті балл жинаймын деп, мен уверена была, что 125 солай, запросто жинап аламын деп. Но пробналар тапсырған сайын, білімді, басқа қандай кітаптарды оқыған сайын түсіне бастадым, мен білгенімнен білмегенім көбірек екенін. И соны білген сайын
ойлайсың что-то қиын болып жатыр деп. Бірақ қазір уже 9 ай болды почти оқып жатқаныма. Көп нәрсе үйрендім, шын айтсам. Биологиядан почти что 10%-дан 80%-ға дейін көтерілдім десем болады. И химиядан тоже есептерден жақсы шығара бастадым. Басында маған қиын болатын. Мен түсіндім, что мектептегі база онша қатты оқушыларды дұрыс нәрсеге үйретпейді, былай айтсам. Бәрібір қосымша білім керек дейсіз. Иә. Немесе ол учительдарға, мұғалімдерге байланысты болмауы мүмкін, немесе программаға байланысты ма. Айплюста көбірек нәрсе үйрендім десем болады. И қазір менде көп оқи берген сайын тоже выгорание болады. Ештеңке істегім келмейді уже. Қазір уже енді жақын ғой, сондықтан да забросить етуге желание болады. Но именно қазір көбірек оқу керек деп ойлаймын. Қазір қиналып, оқып, бастап жібергің келіп, сондай выгораниялар болады. Бірақ соның жемісін түптің көресің. Мен негізі енді тапсыратындарға, жалпы 11-ге қалған оқушыларды уже жетістікке жеткен, уже бір жетістіктің бір табалдырығына жеткен оқушылар деп санаймын. Неге? Себебі мен айтып тұрмын, мен қорқып кетіп қалғам деп. Ал сіздер қорықпай, өздеріңізге сеніп 11-ге қалдыңыздар да, оның өзі бір жетістік деп санаймын. Ары қарай енді әркімнің бағына қарай беріледі ғой. Енді бізде андай қарайды ғой. Мен өзім оқып жүрген кезімде, қазір енді дамып кетті ғой. Центрларда өте көп, екі аттасаң, мысалы, білім орталығы, ол өте қуантарлық жағдай. Бірақ біздің кезімізде центр өте аз болды. Мысалы, мен ниш деген нәрсені білмегем. Өйткені бізде актуальны болған жоқ. Тек қана мектепке бару, келу болды. Мектеп оқысаң өзі жақсы деген нәрсе болды да. Қазір шынымен де мүмкіндіктер де өте көп. Центрға келем десең, қосымша образование алам десең, тіптен жақсы. Иә, қобалжымаңыз, барлығы жақсы болады. Бәрі бітеді еще скоро. Кішкене шыдай тұрсаңыз, 2 ай шыдай тұрсаңыз, ары қарай кайфовать етесіз. Жалпы сіз 11-ші сынып оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Ең алдымен ештеңеге қарамай, өзіңіз не қойдыңыз алдыңызға, сол мақсатқа жетуге тырысыңыз. Себебі бір мақсат қойған кезде, мысалы, қарапайым врач боламын деген кезде алдыңыздан түрлі кедергілер шығуы мүмкін. Елдің сөзі бар, ой, врач қайтесің, ой, мұғалімді қайтесің деген сияқты. Не болса бір необычный мамандық, дизайнер дейікші, архитектура. Біздің қазақтар түсінбейді ондай мамандықтар. Ой, сол ма, одан мұғалім мен врач таңдасай деген сияқты. Қандайдыр ішіңізде бір толчок болса, ай, мынадан мен шығамау деген. Соған до конца барыңыз. Себебі өзім блогерствоны бастаған кезде мен мамамның өзі айтқан, тасташы, не істеп жүрсің депші, түк шықпайды деп. Сол кезде қоймай тығылып курс оқып, әйтеуір шығады-ау осыдан бір нәрсе деп сөйткеннің нәтижесінде қазір көптеген жетістіктер алып келді. Сондықтан өзіңіз іштей сенімді болсаңыз, арманыңызға барыңыз сол жаққа. Екінші, ол қандай да бір кішкентай сүрінулер болатын болса, мойымаңыз. Керісінше құлаған сайын сіз екі есе мықты болып қайтадан тұрасыз да. Өмір солай құлау, сүріну, қайта тұрумен қызық. Үшіншіден, барынша уақытты дұрыс пайдаланыңыз деп айтар едім. Себебі уақыт қазіргі таңда ең құнды ресурстардың бірі. Ертең универге түскен кезде де, қазір де, болашақта да, өмірде жалпы уақытты құнды пайдаланған адам міндетті түрде жетістікке жетеді деп ойлаймын. Осы басты факторлар мықты көмектесетін. Рахмет. Ал сіз 10-ші сынып оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Онда, если курсқа баратын болсаңдар, оған жауапкершілікпен қарау керек. Оқып жатқан затыңды көбінесе ұмыт қалмай, соны келесі жылға дейін есте сақтауға кеңес беретін едім. И ответственно, осознанно бару керексің, что мен ентіға дайындалу үшін келем, соған дайындаламын, информацияны өзіме алам дегендей. А не просто ата-анаң айтқан үшін барып келіп жүрген дұрыс емес деп ойлаймын. Вот. Керемет. Толықтай келісемін. Сіз тест-центрдің директорына қандай сұрақ қоюшы едіңіз? Мәса. Любой сұрақ.
енті жайлы, форматы жайлы. Сіздердің ойларыңызша баланың білімін кітаппен сынаған дұрыс па деп. Вот. Себебі көбінесе ентіда только кітаптан алады ғой информацияны. Кітаптың ақпараты бойынша ғана оқиды. Жақсы. Менің ойымша осымен біздің подкастты аяқтасақ та болады. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Керемет подкаст болды. Бір шер тарқатып, шай ішіп отырып әңгімелескен подкаст болды. Сіздерге келгендеріңізге көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Сіздерге де егер біздің подкаст ұнаса, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал сіздермен болған I+ білім беру орталығы. Кездескенше.